Сәлем достар, сіздермен бірге Гүлжан. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ болып шығатын булочкалар мен патрушкалар дайындаймыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Кеттік. Айтпақшы, егер мен каналыма тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір тіркеліп қойыңыз. Рахмет. Бізге бір дана жұмыртқа, ашытқы 1,5 қасық, қант керек 100 грамм, еріген сары май 100 грамм, және сүт керек 400 миллиграмм, және әрине ұн керек 700 грамм. Біздің сүтіміз міндетті түрде жылы болу керек. Жып-жылы, ыстық емес, жылы. Жылы сүтке мен ашытқыны салып 10 минут демалдырып қойдым. Міне қазір 10 минут өтті. Енді үстіне қантты қостым, жұмыртқаны қостым, және еріген сары майымызды қосамыз. Менде щедрая лето майы 72%. Жақсылап араластырамыз. Міне бір келкі болғанша араластырып болдым. Енді қамыр илеуге кірісеміз. Ұнды осылай шетінен салып отырып, алдымен венчикпен араластырып бастаймын. Содан кейін жайлап қасықпен араластырамын, және ең соңында қолмен араластырып, өте жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Менде осы басында алынған 700 грамм ұнның барлығы кетті, одан артық қоспадым. Себебі ұны көп болып кетсе, қамырымыз жұмсақ болмай және онша көтерілмей қалуы мүмкін. Сыртын майлап қойдым. Міне қазір сіздерге дайын қамырымды көрсетемін. Міне бұл дайын қамыр. Бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қойдым. Жарты сағаттан кейін осылай қамырым әдемі болып көтерілді. Енді булочкаларымызды жасауға кірісеміз. Енді мен ешқандай ұн қолданбаймын. Қазір мына столымның үстін майлап аламын да, осы жерге қамырды түсіріп, және оны бөлшектерге бөлуді бастаймыз. Қамырды қазір екіге бөліп аламын. Содан кейін жартысынан булочка, жартысынан ватрушки жасаймыз. Қамырды осылай өлшеп алдым. Әрқайсысын 80 грамның ар жақ бер жағы қылып, барлығы бірдей болу үшін өлшемесеңіз де болады. Алдымен ватрушкалардың қамырын дайындап қоямын. Противенге міндетті түрде пергамент қағазын төсеп, қамырларымызды осылай домалақтап, әдемілеп қойып қоямыз. Қойып шығамыз да бетін жауып, сәл тұрғызамыз. Олар тағы да көтерілу керек. Міне енді бетін жауып қойып қоямыз. Енді қалған қамырларымыздан булочкамызды дайындаймыз. Біз булочка дайындап болғанша ватрушканың қамыры көтеріліп дайын болады. Енді сіздерге булочканың жасалу тәсілін көрсетейін. Ортасына, салмасына не салсаңыз да өз қалауыңыз. Мен мына жерде джем салдым. Міне домалақтап жайған соң осылай ортасына салманы салып, екі шетін кесіп, осылай екіге қарай қайырып жабыстырамыз.
Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да 3-4 түрін жасап көрсетейін. Бұл булочканың ең оңай жасау әдісі мен үшін осы түрін жақсы көрем және әдемі көрінеді. Осылай істеп көріңіздер, өте оңай. Міне қайталап айтам, ортасына салманы салып аламыз және екі шетін кесіп, екіге қарай бұлай қайыра саласыз. Міне мен булочкаларды жасадым. Енді бетіне міндетті түрде жұмыртқа жағып шығамын. Содан кейін пешке 180 градусқа 30 минутқа жіберемін. Енді мен ватрушкаларым көтеріліпті, міне көргендеріңіздей. Оларды осылай кружкамен немесе сізде басқа қандай ыңғайлы зат болса, соның түбін міндетті түрде майлап, осылай орталарына салмамызды салатындай қылып дайындаймыз. Видеода түсінікті деп ойлаймын. Енді менде міне творогымды салып жатырмын. Ватрушкалардың бетіне міндетті түрде жұмыртқа жағып, пешке жібердім. Міне достар, қараңыздар, қандай әдемі менің булочкаларым дайын болды. Өте жұмсақ болып шықты, өте дәмді болып шықты. Осы рецептпен жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Қазір ватрушкаларымды көрсетемін. Міне ватрушки өте күшті творогпен, өте дәмді болып шықты, жұмсақ. Керемет. Жасаңыздар достар, өкінбейсіздер. Көргендеріңіз үшін рахмет айтам сіздерге. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, әлі де мен видеолар салатын боламын. Рахмет сізге, сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Гүлжан.